Барлығына да сәлем. Бүгін Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын толық әрі терең талдайтын боламыз. Бұл шығарма қазақ халқының өткен көркем тілмен шебер жеткізген тарихи шындықты ел есінде сақтауға бағытталған теңдессіз еңбек болып табылады. Көшпенділер шығармасы тек қана ол біздің тарихымызды, тарих ойымызды ғана жеткізе қоймай, ол біздің көкейіміздегі намысты, біздің жүрегіміздегі елге деген патриоттық сезімді де арттырады. Әрбір оқырманға моральды тұрғыда өнеге береді, және де ол бұл шығарма сол Ілияс Есенберлиннің асқан шеберлігімен өзінің бір үлкен бір шабытымен жазылған шығарманың бірі болып табылады. Шығарма 1970 жылы жазылып басталған болатын, толықтай 1976 жылы шығады. Шығарма үлкен бір тарихқа ие, өйткені ол сонау репрессия жылдарынан соң қатты цензураға және саяси өктемдік кезінде осы шығарма жарық көрген болатын. Ол үлкен бір Ілияс Есенберлиннің батырлығының, өзіне деген сенімділігінің, қандай елге деген патриоттық сезімнің жоғары екендігінің белгісі, үлкен бір белгісі болып табылады. Және де Ілияс Есенберлин ол қазақ әдебиетіндегі және Қазақстан тарихына үлесін қосқан тарихи роман жанрының негізін қалаушы болып табылады. Ұлттың рухани өміріне үлес қосқан тұлға болып табылады. Оның еңбегі тек көркем шығарма ғана емес, сонымен қатар ұрпаққа ұлағатты үлгі. Жаңағы айта кеткеніміздей, Ілияс Есенберлин тек қана ол шығарма жазып қана емес, үлкен ұлағатты үлгі қалдыра білді. Шығарма трилогия ол 3 бөлімнен тұрады. Алмас қылыш, біріншісі қазақ хандығының құрылу кезеңі 14-15 ғасырларды қамтыса, жанталас ол сол кездегі 16-17 ғасырларды қамтиды. Ал қаһар болатын болса, Кенесары ханға дейінгі 16-17 ғасырлардан бастап Кенесары ханның билігі тоқтағанша сол уақыттарды қамтып алады. Алмас қылышқа тоқталатын болсақ, бұл бөлімде қазақ ханның құрылуы, Әбілқайыр ханның, яғни Әбілқайыр хандығының басшысы ханның билікке ұмтылысы, Әбілқайыр ханның, яғни Керей мен Жәнібек сұлтандардың содан ыдырап, содан шығып, арасын өз өктемдігін құрып, өз мемлекетін құруға ұмтылып, жаңа хандық құруы осы Алмас қылыш бөлімде баяндалады. Ол қазіргі таңда толық метражды фильм ретінде де жарыққа шыққан болатын. Сондай асқан шеберлікпен Керей мен Жәнібек рөлі және де Қасымның бұрындық рөлі осы фильмде толық баяндалады. Және де көшпенділер романында, сол фильмді көшпенділер романына қарай соның негізінде фильмді шығарған болатын. Және де қоса кететіні, Алмас қылыш бөлімінде Әбілқайыр ханның Ресеймен байланысы, оның ішкі және сыртқы саясаты көрсетіледі. Шығармада осы Алмас қылыш бөлімінде Әбілқайыр ханның күрделі тұлғасы және оның билікке деген құштарлығы мен халық тағдырына әсері терең талданады. Бұл бөлім сол көбінесе Әбілқайыр ханның Керей мен Жәнібекке тигізген қысымымен, және де кіші жүз хан Әбілқайырдың Аңырақай шайқасынан соң өзіміздің мемлекетті сәл бөлектеп, Ресеймен сол байланысы осы Алмас қылыш бөлімде баяндалады. Екінші бөлімде тоқталатын болсақ, екінші бөлімде қазақ халқының Ресей империясына қарсы күресі және де Әбілқайыр ханның билікке таласы. Және де біз айта кеткенде Алмас қылыш бөлімінің соңғы тұстарының осы жалғасы жанталас бөлімінде Әбілқайыр ханның билікке таласы елдің тәуелсіздік үшін
күресі осы жанталас бөлімде сипатталады. Бұл кезеңде қазақ қоғамындағы әлеуметтік саяси мәселелер, халықтың ауыр жағдайы көрініс табады. Шығармада Әбілқайыр ханның ішкі және сыртқы саясатының салдары, оның халыққа деген қатынасы терең зерттеледі. Әбілқайыр хан атап өткендей Аңырақай шайқасынан соң өз әскерін бөліп ренжіген кейіпте кетіп қалады. Сол арқылы 1731 жылдан бастап қазақ хандығы бірте-бірте осы Ресейдің қарамағына кіреді. Бірінші кіші жүз бастаса, одан соң орта жүз кіріп, одан соң ұлы жүз кіріп, артынан орта жүз, осы кіші жүздің артынан ілесіп Ресейдің қарамағына өте бастайды. Қаһар бөлімі бұл үшінші бөлімінде Абылай ханның ел бірлігін сақтау жолындағы ерліктері, оның дипломатиялық шеберлігі, сыртқы жауларға қарсы күресі баяндалады. Абылай ханның тұлғасы бұл бөлімде қазақ халқының ерлік дәстүрін, ұлттық санасын, тәуелсіздікке деген ұмтылысын баяндап береді. Қазіргі қазаққа деген моральдық тұрғыда өнеге беретін осы ең бір